Сәлем достар, бүгінгі түс жору шығарылымда түсіңізде от көргенде қалай жору керектігін назарларыңызға ұсынамыз. Ең алдымен каналыма подписация жасауды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Түсіңізде от көру жақсы нәрсе. Егер от сізге зақым келтірмесе, әсіресе саяхаттаушы мен теңізші үшін жақсылықтың нышаны. Үйіңіздің отқа оранғанын көрсеңіз, достарыңыздың адал, балаларыңыздың айтқаныңыздан шықпайтын болады деген сөз. Егер дүниеңіздің немесе қоймаңызды от жалмаған көрсеңіз, табысты боласыз деген сөз. Алайда отты өшіруге тырыссаңыз, кикілжіңдерге дайын болыңыз. Бірақ дүниеңіздің толығымен жанып кеткен болса, бұл алдағы қиындықтар жайлы ескертеді. Түсіңізде от жаққалы жатсаңыз, өзіңізде көптеген жақсы жаңалықтар болады. Қаламгерлер отты көрсе, шығармашылық табысқа жетіп, атақ даңққа кенеледі. Ал кәсіпкерлер үшін бұл шексіз табыс білдіреді. Достар, осыменен бүгінгі түс жору шығарылымы аяқталды. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.